Әл-Маруа Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой. Biz мәселен жауап беретін болсақ, бізде студент, яғни мәселен талап иліміз. Талап илім болғанымыз бенен біз жауапты бергенде баяғыдан жауабы берілген ғалымдардың жауабын береміз. Ол дайын нақты тұр. İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife şagirdleri İmam Ebu Yusuf, Oksinin şagirdleri İmam Muhammed, İmam Zufar. Сол үшін мәселен бұл Ханафи мазхабының басқа көрнекті ғалымдар имам Тахави сияқты, имам мәселен Мулла Әл-Қари сияқты неше үлкен бүкіл әлем мойындаған ғалымдар тұр. Біз сол әлем мойындаған ғалымдардың кітаптары қолымызда тұр да, қандай сұрақ келсе біз сол кітаптармен жауап береміз. Ол кітаптар Құранға, хадиске негізделген әрбір жауаптар. Бірақ мына кісілердің несі бүгін бір кітапты оқыды, бір фатуаны айтады, ертең екінші кітапты оқиды, екінші фатуаны айтады. Фатуаларының өзі өзгеріп тұрады. Баяғыда айтады мәселен, уағызлат фатуа береді, ертесіне және уағызлат фатуа береді да, ана алдыңғы дискілерін бәрін өртеп тастайды. Неге десе қателескенін біледі, мына кітапты оқыған кезде қателескенін біледі. Сол сияқты ол студенттер де олар. Сол үшін мәселен бүгін мәселен бір фатуаны беріп жіберсе, кейде ақылына сүйеніп те фатуа береді. Мәселен дүмше молда дін бұзар деп, қазіргі күнде мәселен Қазақстанда жүрген мәселен салаф бауырлардың біреуінде дұрыс білім жоқ. Дұрыс білім болмаған деген фатуаны бүгін бір нәрсені береді, ертесіне басқа нәрсені береді. Бірақ біз бір фатуаны айтатын болсақ, ол біздің өзіміздің мазхабтың ғалымдарына сүйенген қалды. Ол мазхабтың ғалымдары бүкіл дүние мойындаған ғалымдар. Біріншіден бұл мазхаб Пайғамбар алейхиссалам мәселен имам Абу Ханифа рахимахуллах мәселен 80-ші хижрida исламның бірінші ғасырында дүниеге келді. Екінші ғасырында 150-ші хижрida дүниеден өтті. Пайғамбар алейхиссалам ғасырдың ең жақсы менің ғасырым деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ғасыры. Не үшін десе Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уахи түсіп тұр, қандай сұрақ келсе Алла Тағала уахи жібереді, сол уахи арқылы жауап береді. Ешқандай проблема жоқ. Қандай мәселе келсе Алла Тағаланың өзі жауап береді. Алла Тағаланың өзі жауап бермеймен Жибрил алейхиссалам пайғамбарымыз жеткізіп отырады уахи арқылы. Ешбір мәселе жоқ, шешілмей қалады. Сол үшін ең ғасырдың жақсы Пайғамбар саллаллаху алейхи ғасыры. Одан кейін оған көрші болған ғасыр, ол сахабалардың ғасыры. Не үшін сахабалардың ғасыры ең екінші ғасыры жақсы ғасыр болды десе, Пайғамбарымызды көрді. Әрбір оқиғаны, әрбір аятты, әрбір хадисті қашан түсті, кімнің үстінде söyленді, бәрін біледі. Міне солардың жауабы. Одан кейін оған көрші болған ғасыр, ол табииндердің ғасыры. Табииндер не үшін олар жақсы ғасыр болды десе, олар Пайғамбарымыз көрген сахабаларды көрді. Әрбір нәрсені сахабалардан алды, Пайғамбарымыздың тікелей шәкірттерінен алды. Сүммәл яфшиді кетіп кейін өтірік тарайды дейді. Имам Абу Ханифа рахимахуллах сахабалардың ғасырында дүниеге келді, табииндердің ғасырында дүниеден өтті. Екі мақталған ғасырда туылып өтті. Имам Абу Ханифа рахимахуллах. Имам Абу Ханифа рахимахуллахның фатуалары тек қана Құран хадиске негізделген қалде берілді. Сүйенген қалде берілді. Ол кісі айтады, мен дейді бірінші дейді Құранға қарам дейді. Құранды ол кісі күніне хатым қылып тұратын адам. Құранға қараймын дейді. Құраннан таппасам Пайғамбар алейхиссалам хадис шәріптерін қараймын дейді. Имам Абу Ханифа, имам Бұхаридің хадисін алмапты, имам Муслим хадисін алмапты. Ол имам Бұхари, имам Муслимдер имам Абу Ханифа туылған кезде жоқ еді. Имам Абу Ханифа дүниеден өткен кезде ол кісілер пайда болды. Қалай ол өзінен кейінгі адамдардың хадисін алады? Имам Абу Ханифа мәселен Улу санат дейді. Улу санат деген пайғамбарымызға ровилардың, яғни хадисті жеткізушілердің саны пайғамбарымызға қанша аз болса, хадистің күші сонша күшті. Дәрежесі де жоғары болады, күші де күшті болады. Имам Абу Ханифаның сүннәй хадистері екі адам, пайғамбарымыздан кейін екі адам бар, кейін Имам Абу Ханифа бар. Имам Абу Ханифаға екі адаммен жетеді. Сондай хадистерді Имам Абу Ханифа рахимахуллах 220 хадистер риуаят еткен. Имам Бұхари Суласиден, Имам Бұхари деген үшеу, яғни бір дәреже төмен. Имам Бұхари менен пайғамбарымыздың арасында 3 адам бар хадистері 19 хадис. Имам Ахмад Ханбалдікі 20 хадис. Имам Абу Ханифаның дәрежесі қайда жатыр? Имам Абу Ханифа рахимахуллах пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өтірік тарамаған сахабалардың уақытында дүниеге келді 80-ші хижрida. Сол өтірік тарамаған табииндердің уақытында 150-ші хижрida дүниеден өтті. Бұл Имам Абу Ханифаның мазхабында мүжтәһид мұтлақ өзінен басқа 3 мүжтәһид мұтлақ ғалым болды. Өзімен 4 мүжтәһид мұтлақ ғалым болды. Имам Жалалудин Сүйүти Жами Сағир деген хадис кітабын жазған адам. 40 мың хадис бір кітапта жинаған. Сол кісі айтады,
Мүжтәһид вүжүктің шықпағанына дейді 300 жыл болды дейді. Мүжтәһид вүжүх деген жаңағы мүжтәһид мутлақтан бір саты төмен мүжтәһид ғалым. Мүжтәһид вүжүктің шықпағанына дейді 300 жыл болды дейді. Ғалымдар айтып, мына кітаптың жазылғанына 300 жыл болды дейді. Демек мүжтәһид вүжүктің шықпағанына 600 жыл болды дейді. Ислам әлемі 600 жыл көрмеген ғалым бір мазхабта 4 ғалым болды. Қайда жатыр ол мәселен бір? Сол себептен мәселен қазір бүкіл дүниеде мүжтәһид вүжүк жоқ. Мүжтәһид мұтлақ былай тұрсын. Бүкіл дүниеде сахихтан жаттамаған ғалымдар бар. Сахихта деген мәселен имам Бухаридің, имам Муслимнің, имам Абу Дауудтың, имам Термиздің, имам Насаидің, Ибн Маджаның аты ең сенімді хадистер болатын болса, соны жаттап ғалымдар бар. Құранды 7 қираты емес 10 қиратымен жаттап алған ғалымдар бар. Сонымен бірге 6 сенімді хадис жинағында жаттап ғалымдар бар. Бірақ олардың өзі ана ғалымдардың шәкірттеріне жарамайды. İmam Şafii rahmetullah diyor. "En-nasu iyalun fil fihi ala Abi Hanife" dedi. Adamlar dedi, bütün adamlar. En-nasu деген söz bütün Müslümanlar girer. "İyalun fil fihi ala Abi Hanife" dedi. Fih ilminde Abu Hanife'ye bala şaga bolgu jarayt dedi. İmam Şafii aytып oturun. İmam Şafii Kufaga gelse Hanefi mazhabında namaz okuydu. Sonda o kişiden soraydı. Siz deydi müçtehid bir mazhabtың imamısыз ғой siz. Қалайсыз сіз Ханафи мазхабында намаз оқыса, мен бұдан басқа намаз оқудан ана қабірдің иесінен ұяламын дейді. Имам Абу Ханифадан ұяламын мен дейді. Енді мәселен сол имам Шафии рахметулла анасы 4 жасында Меккеге көтеріп келді. Анасы 4 жасында Меккеге көтеріп келді. Мен балам сауатсыз болып қалмасын деп. Анасының бұл несі де қараң, химматы. Біз баламызды мәселен Шымкентке апара аламыз ба сөйтіп көтеріп. Ол Палестина мен Меккенің арасы 1000 километрден асып кетеді. 1000 километр жерге 4 жасар баласын көтеріп келді. Осы балам Алла Тағала білім берсе деп. Сонда 10 жасында Меккедегі бір білім қалмады, ол кісі алмаған. Ғалым қалмады, ол кісі оның біліміне жетпеген. 10 жасында ол кісі араб әдебиетіне беріліп кетеді. Сонда айтады, Мұхаммад Идрис ол кісінің аты. Ибн Идрис, Мұхаммад ол кісінің аты. Шафии деп танылған, имам Шафии деп. Сол кісі 10 жасар балаға адамдар айтады, сіз дейді, неге дейді, бұл дейді, Құран, хадис тастап, араб әдебиетіне беріліп кеттіңіз десе, 10 жасар баланың айтқан жауабын қараң. Маған кім бар сабақ бере алатын дейді. Меккеде маған кім бар сабақ бере алатын дейді. Сонда айтады, сізге дейді, Мәдинада имам Мәлик бар сабақ бере алатын дейді. Содан кейін ол кісі имам Мәликтің Муатта деген кітабын жаттап алып, Мединеге барады. Мединеге барып, ол кісінің азғат уақытта білімін алып қояды. Мықты адам ғой. Содан кейін бірақ сол кісінің құрметін, сол кісіден ақылақты үйрену үшін, сол кісінің тақвасын көріп, 17 жыл қызметінде тұрды. Сонда бір күні мешітте тұрса, қарсы бір кісі намаз оқып тұр. Сондай керемет намаз оқып тұр. Мекке мен Мединенің бүкіл білімін алған адам ананың намазына қарап тұр. Имам Шафии. Меккенің бүкіл білімін алды, Мединенің бүкіл білімін алды. Мұсылмандардың екі мықты қаласының бүкіл білімін алып тұрды. Сол кісі жас жігіт, имам Шафии. Бір кісі намаз оқып тұрса, намазың өте қаратты, намаз оқып болғаннан кейін, сіз қайдан келдіңіз деп сұрады. Сіз кімнен үйрендіңіз мына намазды деп сұрады. Қазір біздер ана имам Абу Ханифаның намазды тасатып отыр ғой бүйтіп. Имам Шафии Меккенің, Мединенің бүкіл намазы емес, бүкіл мәселесін үйренген адам да. Тек намаз емес, бүкіл мәселесін үйренген адам. Сіз мына намазды қайдан үйрендіңіз деп сұрады. Сонда ол кісі айтты, мен деді, Куфада имам Абу Юсуфтың шәкіртімін деді. Сондай махаббатты кетті ол кісінің, мен имам Абу Юсуфке мен де шәкірт болсам деп. Бүкіл Меккенің, Мединенің білімін алған адам. Енді қараңыздар, мен сіздерге бір мысал келтіріп кеткен үшін. Мәселен, Алла Субхану ва Тағала біздің елбасымыздың өмірін ұзақ қылсын, біздің Астананы Алматыдан Астанаға көшірді. Енді қараңыздар. Енді Астана деген қалаға қазақтың қаймағын бәрі кетті ме, кетіп жатқан жоқ па? Кетіп жатыр. Бүкіл қаймақ қазір Астанада. Алдын Астана Медине еді. Мединеден Астананы Али ибн Аби Талиб разияллаху анху Куфаға көшірді. Куфа Астана болды. Куфаға бүкіл қаймақтар келді. Сахабалардың қаймақтары Куфаға келді, Астанаға келді. Куфаның білімі не үшін Мекке Мединеден көтеріліп кетті? Өйткені сахабаның қаймағы Астана Куфа болып қалды. Ал Куфада имам Абу Ханифа туылды. Не үшін имам Абу Ханифа Куфада туылып, Меккеден Мединеден білім асып кетті? Адамдар азғаты ойлану керек қой мәселен. Сол имам Шафии рахметулла имам Мәликтің алдына келеді. Мен дейді осы имам Абу Юсуфтың қолына барып сабақ алсам
қалай қарайсыз дейді. Имам Абу Юсупты таниды Имам Малик. Өйткені ол қазір құзат. Бүкіл халифаның қазысы. Ана бізде верховный генеральный судья бар ғой сен. Сондай дәрежедегі адам да ол кісі. Бүкіл халифа бойынша. Халифаға неше мемлекет кіреді? Мұсылман мемлекеттер. Сонда мен сол кісіге барып шәкірт болсам десе, Имам Малик айтады, бопты, сен керуенізді дейді, жол көргенмен берем дейді. Соңғы керуенді іздейді, керуен табады, керуен кететін күні жақындап жатыр да, ертең кетеді деп тұрды, енді ертең кетеді. Ертесі болады, уже бүгін кету керек. Ана кісіден әлі ақша келмей жатыр, Имам Маликтен. Сонда бұл кісі ұмытып қойдым екен, қайтып айтсам бекен, айтпасам бекен деп енді не қылып тұрған, ана керуен кетейін деп тұр. Сонда біреу айқайлайды, о, Имам Малик, Имам Малик. Ассаламу алейкум, ассалам. Мен сізге біраздан бері мына ақшаны берем деп жүрем. Соны бүгін уақыты келді, мені осы ақшаны алсаңыз деп береді. Ақшаны етіп оның қолынан алады, Имам Шафиді шақырды, мен сенің жол көрейін деп береді. Сонда Имам Шафи рахметалла айтады, сізге дейді, бұл міндет емес еді ғой дейді. Сіз неге өзіңізде жоқ нәрсені дейді, мен өзіңізді не алдыңыз дейді. Мен дейді, сізді сұрайын десем алып тұрамын дейді. Сізде жоқ екен ғой бұл ақша дейді. Сонда ол кісі аят кәрімін оқиды. Мән яттақилlah яджал лаху махраджан ва ярзуқуху мин хайсу ла яхтасиб. Кім Алладан қорқатын болса, Алла Тағала оған шығатын жолын ашып қояды. Оны өзі ойламаған жақтан ризқын береді. Міне маған ризық келді, мен саған бердім дейді. Қараңыз. Сонда Имам Шафи рахметалла Имам Абу Ханифаның шәкірті Имам Абу Юсупқа шәкірт болды. Имам Абу Ханифаның немере шәкірті. Бүкіл Меккенің, Мединенің білімін алған адам Имам Абу Ханифаға келіп немере шәкірт болып жатыр. Біле беріңіз, ол кісінің мектебі қандай мықты мектеп болды. Қайда жатыр ол кісінің мектебі? Мен Абу Ханифаның қатесін таптым деп қояды біреулер. Сен анау, сен емес, оны сенің шейхтарың өзі оның алдында мен ешкем емеспін дейді. Анау шейх Мұқбил деген кісі болған, қазіргі біздерде матхалиттер жаңа Ділмұратыда, Назаратыз бәрі үлкен ұстаз деп білетін, өте үлкен ғалым деп білетін адам. Шейх Мұқбил деген адам. Емендік ғалым. Соған Арман айтады, Арман Қуанышбай Кентаудағы. Ол жігітті менің шәкіртім болған уақытында, кейін Еменге барып оқып келген. Сол Арман Қуанышбаев айтады, мен де Шейх Мұқбилға бардым дейді. Сөйтіп сұхбатын алдым, соң кейін дейді, сұрадым дейді. Сізден де білімді адамдар бар ма деп сұрадым дейді. Сөйтсем айтты, Индия мен Пакистанда сондай мықты ғалымдар бар. Мен оларға сендер маған қайтып шай қойып берсеңдер, сөйтіп шай қойып беруге жараймын деп айтты дейді. Индия мен Пакистанда Ханафи мазхабының ғалымдары да. Индия мен Пакистанда сондай ғалымдар, мен оларға шай қойып беруге жараймын деп айтты. Сулейман Раджихи деген Саудияда бірінші ислам банкті ашқан адам. 1000 мешіт салып, король Абдулла, патша Абдулла ол кісіге 1000 мешіт салдың деп Саудияның құрметті азамат атағын берген адам. Қазірде тірі Сулейман Раджихи дейді. Бүкіл неде көрсең, қажылықта көрсең, сол кісінің банкі бүкіл қажыларға хадия таратып жатқан. Міне сол кісі қазір несі ол кісінің байлығы 10 миллиардтан асып кетті. Дүниедегі ең ана миллиардерлердің бірі, Саудиядағы ең мықты миллиардерлердің бірі. Сол кісі айтады, мен дейді бірінші банкті ашқан кезімде тек Пакистанның ғалымдарын алып келіп банкті аштым дейді. Yani Ханафи мазхабының ғалымдары. Банковский системаны Ханафи мазхабының ғалымдардан мықты білетін ғалым жоқ. Исламский банк система. Сөйтіп солардың сөзінен шықпадым дейді. Міне қазір күнде қанша дәрежедемін дейді. Сол себептен біздер альхамдулилля осы Имам Абу Ханифа мазхабын ұстағанымыз. Бұл Имам Абу Ханифа мазхабы Құранға сүннетке негізделген мазхаб. Кейде ана бір жас балдар менің уағыздарымды естіп отырғанда кейде келеді маған сұрақ қойып. Ұстаз дейді, мынау дейді, сүннамен оқитын балдар бар ғой дейді, солар былай дейді. Мен айтам, тоқта. Сен осы жерде тоқтат. Сүннамен оқиды деп айтпаған оларды. Сүннамен оқитындар кім мазхабпен оқыса, сол сүннамен оқып жатыр. Олар сүннамен бір-екі амалды істегенмен 100 амалы бар, біреу сүннаға тура келмейді. Мазхабпен жүргендер әрбір мәселені мазхаб ғалымдары не деді? Мазхаб ғалымдары не дейді? Құран сүнне не дейді? Соған қарап фатуа береді. Сол себептен альхамдулилля сол біз
İmam Ebu Hanife mezhebindemiz, bizim yerimizde, bizim dinimiz İslam mezhebimiz İmam Ebu Hanife mezhebi dep koydu. Osu yoldan almasdan jüretmesek inşallah. Birinciden ömür sürümüz yengil bolat. Fatvanın bäri dayın tur. Ikinçiden ol imam жаңағы пайғамбарымыз мақтаған ғасырда туылып, мақтаған ғасырда дүниеден өтті. Сахабалардың ғасырда дүниеге келді де, табииндардың ғасырда дүниеден өтті, өзі табиин болды. Сол себептен иншалла табииндердің етегін ұстаған адам ешқашан адаспайды. Алла субхана тағала сол жолға лайық, сол жолмен дұрыс жүріміз Алла тағала нәсіп етсін. Басқа сұрақтарымыз болмаса. Әл-Мәруа Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.